Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 4-ші күні. Бүгінгі ауыз ашарға дайындаған менюді қабыл алыңыздар. Бүгін ыстық тамаққа манты жасайтын боламыз. Мантыңыздың салмасына пиязымызды, картопымызды ұсақтап 4-5 қып турап аламыз. Фаршымыздың үстіне картопымызды, пиязымызды, дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып, ендігі қамырымызды илейміз. Мен қамырға жұмыртқа қоспай илеймін. Тұзды сумен илеп аламыз. Иі қанғанша 10-15 минутқа қоямыз. Иі қанғаннан кейін осылай 3 бөлікке бөліп алып, қамырымызды жайып, осылай ортасына салмасын салып, мантымызды бүгеміз. Мантымызды табаға бәрін тізіп қойып, 45 минутта пісіріп аламыз. Енді шаймен ішкенге тәтті панкейк жасайтын боламыз. Бір жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Аппақ көпіргенге дейін қанттың ерігенше араластырамыз. Оның үстіне 1 стакан айранымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылай көпірет пенка болып. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып. Оның үстіне 1 қасық қопсытқышымызды салып, илегіштен өткізіп қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып. Не осындай тесто болады. Сұйық та емес, қою да емес. Енді қызып тұрған табамызды майламаймыз. Сол табаға қасықпен құйып, осылай пісіріп аламыз. Беті осындай тесік-тесік болып шыққанда, уже келесі бетін ауыстыру керек. Бірінші жағынан қарағанда, екінші жағы тезірек піседі. Міне көріп тұрғанда, яғни тесік-тесік пайда болады. Сол кезде ұштып ауыстырамыз екінші жағын. Мінеки осындай өте дәмді, тәтті, осылай жұп-жұмсақ панкейк шығады. Ендігі кезекте салат дайындаймыз. Капустаны өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Мен мұнда ұзынша қылып турадым. Одан кейін қиярымызды тураймыз. Одан сәбізімізді үккіштен өткізіп, мына салатқа мен ашты бұрыш қосатын боламын. Егерде сіздер ашты салат ұнатпасаңыздар, ашты бұрышты қоспай қойсаңыздар болады. Дәміне қарай енді тұзын, бұрышын, сұйық майын құйып, жақсылап араластырамыз. Егерде сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, және де лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Арай. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ертең тағы да рецепттер шығады.